Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогика кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Бүгін сіздермен 6-шы лекция. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы мақал-мәтелдер халық даналығының көзі. Осы тақырып аясында біз халықтың асыл мұрасы мақал-мәтелдер, яғни мақал-мәтелдердің қазыналығын дәлелдеуге тырысамыз. Екінші мәселе, мақал-мәтелдердің бала тәрбиесіндегі орнын айқындауға, дәлелдеуге бет аламыз. Мақал-мәтелдер бала тәрбиесіндегі орны ерекше. Мақал-мәтелдер ғасырлар шежіресі. Онда халық тарихы, оның әлеуметтік тіршілігі, ақыл өнегесі мол көрініс тапқан. Мақал-мәтелдер ой дәлдігімен, тереңдігімен, ықшамдылығымен ерекшеленеді. Онда өмірдің сан алуан құбылыстарына баға беріліп, үлкен түйін жасалады. Халықтың ғасырлар бойғы тәрбиесі қорытылады. Мектепке дейінгі ұйымдағы балаларға коммуникативтік дағдыларын дамыту үшін мақал-мәтелдердің маңыздылығы зор. Мақал-мәтелдердің тәрбиелік мәні бойынша Ғабдуллиннің, Шеген Ахметовтың, Әуелбек Қоңыратбаевтың еңбектерін қарастырсақ болады. Және де осы еңбектерден бөлек басқа да фольклор танушы ғалымдардың еңбектері, мақалалары, ғылыми зерттеулері, диссертациялар ұсынылып зерттеліп жатыр. Мақал-мәтелдердің тақырыптық ерекшеліктеріне келер болсақ, тақырыптық ерекшеліктері сан алуан. Біріншіден, мақал-мәтелдер әрдайым туған жердің, отанның қадір қасиетін дәріптеуге бағытталған. Оған туған жер туралы, отан туралы мақал-мәтелдер мысал. Мысалы, отан оттандастық. Осы одан кейін кісі елінде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол. Яғни балалардың туған жердің қадір қасиетін көрсетіп отырған. Және де балаларға беретін мақал-мәтелдердің негізгі түрлерінің бірі бұл білім, өнер туралы. Білімді бірді жығады, білекті мыңды жығады, білімді бірді жығады. Яғни баланы білімге бағыттап отырған. Сонымен қатар мақал-мәтелде рухани адамгершілік туралы, рухани байлық туралы, достық туралы да көптеп айтылған. Мақал-мәтелдерде елдің бірлігі, туыстығы, туысқандықтың бірлігі дәріптеліп отырған. Сонымен қатар махаббат, сүйіспеншілік туралы айтылған. Отбасы құндылықтары қамтылған. Мақал-мәтелдерде бала тәрбиесіне, ұл бала тәрбиесіне, қыз бала тәрбиесіне де ерекше мән беріп отырған. Мақал-мәтелдер батырлыққа, ерлікке дәріптеген. Қазақтың бай қазынасы мақал-мәтелдерде өзінің кәсібіне, өміріне, яғни 4 түлік малға да байланысты мақалдар көп. Денсаулыққа байланысты, табиғатқа байланысты, салт дәстүрге байланысты айтылатын мақал-мәтелдердің жанрлары өте бай. Қазақтың халық мақал-мәтелдері көлемі жағынан кемі 2 сөз, 1 сөйлемнен құралады. Көпсі 2 сөйлемді, 2 тармақты, асса 4 сөйлемді, 4 тармақты, 1 шумақты болып келеді. Кейбір жинақтарда 5-6 тармақтысы да кездеседі. Бірақ шындығында олар мақал-мәтелге жатпайды, нақыл немесе тақпақ сөздер. Мақал-мәтел бірден туа қалмайды. Бастапқыда әлде қалай айтыла салған ойлы, бірақ құрылысы шашыраңқы сөйлемдер бірнеше ұрпақтан өңдеп өзгертуімен бірте-бірте жетіледі. Артық сөздері қысқарып, тілі ұстарып, үлгілі сөзге айналады. Мақал яки мәтел болып қалыптасады. Үнемі ауырдан жеңілге, қиыннан оңайға қарай ұстарып,
отыратын жалпы тіл заңына лайық мақал мәтелдерде қысқарумен, ықшамдалумен жетіледі. Жалпы мақал мәтелдерді мектеп жасына дейінгі балаларға ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті барысында пайдалану үшін біз мнемотехнологияны пайдалансақ болады. Бұлар балаларға қызықты және жаттауына да, есте сақтауына да өте жеңіл болып келеді. Мысалға, бірінші мақалда ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар десек болады. Болмаса, балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны алады. Болмаса, соны іледі деп те жатады. Бала тәрбиесі бесікте дейді. Ата бәйтерек, бала жапырақ дейді. Міне осы суреттерді пайдалану арқылы біз балалардың мақал мәтелдерді жаттап алуын, мақал мәтелдерді есте сақтауын жақсартамыз. Бала тілі бал дейді. Болмаса, қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Бұлақ көрсең, көзін аш дейді. Міне осылардың барлығы мақал мәтелдерді балалардың есте сақтауына, есте қалуына көмектеседі. Мақал мәтелдер дыбыс үндестігіне негізделген. Сондықтан олар музыкалық саздылығымен оқушысына әсер етеді. Мақалдағы негізгі ойға жетелейді. Мысалы, ердің ісі келіс, ездің ісі керіс деген мақалды алалық. Осында е мен і дыбыстары бірнеше рет қайталанған. Сол дыбыстар мақалдың саздылығын күшейтумен бірге құлаққа жаттықта әсем үн естіледі. Мақалдағы негізгі ой ер мен езге байланысты. Әңгіме солардың бойындағы адамгершілік қасиет туралы. Дыбыстық өрнектер бұл мақал мәтелдің негізгі маңызды рөлі болып табылады. Яғни дыбыс үндестігі, яғни сөздердің ұйқастығы бұл мақал мәтелдің көркемдік мәні болып табылады. Жалпы мақал мен мәтелдің өзіндік бір ерекшелігі бар. Біз мақал мен мәтелді бір-бірінен ажыратап алғанымыз дұрыс. Мақал бұл біріншіден құрылысы жағынан 2 немесе 3 бөлімнен тұрады. Ал мәтел көбінше бір компонентті болып келеді. Мысалға, әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала. Яғни 2 компоненттен тұр. Ал мәтелді алатын болсақ, қызым саған айтамын, келінім сен тыңда. Яғни бір сөйлемнен тұр, бір компоненттен тұр. Сонымен қатар мақалда ой неғұрлым ашық беріледі. Ал мәтелде ой, пікір, ишара, тұспал түрінде кездеседі. Мақал көбінесе ақыл, өсиет түрінде келсе, ал мәтел көбіне эмоциялық реңкке басым. Оған біз жаңалдегі әдепті бала, арлы бала, әдепсіз бала, сорлы бала мақалы менен қызым саған айтамын, келінім сен тыңда мәтелін мысал ете аламыз. Қорыта айтқанда мақал, мәтел бұл балабақшадағы балаларға қажет дүниелердің бірі. Әрине біз мақал мен мәтелді таңдаған кезде міндетті түрде оның өзіндік балалардың жас ерекшелігіне сәйкес түрлерін таңдап алуымыз қажет. Және де оның жанрлық түрлері бай болғандықтан мақал мәтелдерді әр тақырыпқа байланысты пайдаланғанымыз абзал. Қорыта айтқанда, білім алу, жақсы өсу, еңбек сүйушілікке дағдылану, осының бәрі де адамның саулығына, жақсы тәрбиеге байланысты екені де мақал мәтелдерде толық қамтылған.
халық өз өмірінің тәжірибесінен көрген білгеннің бәрінде өзінің ұрпақтарына мақал мәтел етіп, үлгі насихат ретінде қалдырып отырған. Балалар әдебиетінің балаларға тигізетін тәрбиелік мәні, әсері бір жақты емес, жан жақты. Барлық мәселеден де хабары бар, дүние тетігінің барлық жайымен таныстыруды көздейді. Халық ғасырлар бойы өзінің жинаған барлық көрген білгенін, тәжірибесін, арман мақсатын, келешегінің баянды болуын соларға үлгі өнеге етіп, осы мақал мәтел арқылы балаларды тәрбиелеп отырған. Мақал мәтелге байланысты біз алдыңғы лекцияларда пайдаланған еңбектерді пайдалана аламыз. Ол Шеген Ахметовтың балалар әдебиетінің очеркі, Рүстемованың қазақ балалар әдебиеті бойынша еңбегі, Ғабдуллиннің қазақ халқының ауыз әдебиеті және де Әуелбек Қоңыратбаевтың қазақ әдебиетінің тарихы, болмаса қазақ фольклорының тарихы еңбектерін пайдалана аламыз. Ал құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің 6-шы лекциямыз аяқталды.